бұл мектептерде крутойдың балалары оқымайды. Мен өзім мақал жасап қойғам. Бұл мектепте болашақта крутой болатын ата-аналардың балалары оқиды. Егер сіздің балаларыңыз осы мектептердің біреуіне түссе, онда сіз крутойсыз. Крутой деген ол тек материалды жағдай емес, көңіл күйіңіз жақсы, денсаулығыңыз жақсы, қартайған уақытыңызда сол бала сізді мәпелеп өсіреді. Потому что оның білімі бар, оның ақшасы бар, оның возможности бар деген нәрсе, қызметі бар. Бұл балалар далада деген нәрсе. Ауырсаңыз емдетеді, кредит алып той жасамайсыз, кредит алып қыз ұзатпайсыз. Білім болды. Бұл балалар 10-11-де оқып жүргенде сыныптастары арқылы өздері шешіп тастайды. Қай оқуға барады, қай нәрсеге тапсырады. Ата-ана ол, мен 99% ата-ана олны білмейді. Мейлі Алматыдағысы болсын, ауылды жерлерді айтпағанда. Оқыған азаматтардың өзі білмейді ол. Олар ойлайды, бұрынғы кеңес өкіметінің понятиесімен қалған, майдың 25 болады, содан ырғалып барып үйінің басында құжат өткіземіз, содан кейін. Болмаса ОБТ тапсырды, ОБТ-дан кейін айтыр 100-дің үстінде алса болды ғой түседі. Қандай сізде возможность тұр? Қандай возможность тұр? Сол нәрсе ұмтылу керек. Қайта бана 27 университетке түсіп кету керек. Биыл 38 жасаймыз деді, кеше ғана сөйлеп жатыр. Сол университеттер ашылды. Баланы соған ілінуі керек, өлтіріл. Қасындағы бала оқымас, сен оқы. Мен прям сөйтіп айтамын. Қасындағы бала оқымас, сен оқы. Дворға шығып бакалавршка теуіп жүрсең, 40-інші бакалавршка теуіп жүрсің. Қақырып түкіріп жан-жағына. Рас қой. Оқы, адам боласың, кетесің, бітті.